Сәлем баршаңызға, сіздерге тәтті емес бөлкетің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, тұз, дрож және ерітілген сары майымызды, қантымызды салып, бір жұмыртқамызды салып, бәрін әбден араласып болғаннан кейін ситодан өткізілген ұнымызды біртіндеп салып отырып, қолымызбен илеп шығамыз. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء Осындай иі қанған тесті болып шығады, қолымызға жауыспайтындай болады. Бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Оған дейін формамызды дайындап аламыз, осылай пергаментті бумағымызды салып. Сырымызды осылай кесіп, төртпіштілеп дайындап қоямыз. ربكما تكذبان Тестіміз әбден көтеріліп, кішкене ұн сеуіп жіберіп, көз мөлшерімен формамызға келтіреміз домалақтап. Тестіміздің ішіне жаңағы сырымызды салып, домалақтап бүреміз. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Міне осылай болып шығады. Оның үстіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жіберіп, араластырып, бетіне жағамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Пешімізден шыққаннан кейін осылай чеснокты алдын ала ұсақтап алып, зәйтүн майын немесе қарапайым майды да құйып, бетіне жағуға болады. Мен петрушка салмадым, сіздер салуға болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма кірсеңіздер, көптеген оңай рецептілер таба аласыздар. Және де тіркелуді ұмытпайық. Комментарий, лайк басып кетейік. Ас болсын, сау болыңыздар.